Көгілдір экранға жана қосылған жандарға қайырлы таң дейміз. Бұл кинолента айдары. Ал жүргізушісі Нұрболат Медетов. Кино әлемдегі өзге де жаңалықтарға қысқаша. Қазақстан режиссері Дәрежен Өмірбаев фильмдерінің ретроспективасы Мексикада көрсетілетін болды. 2013 жылдың 21 ақпан және 3 наурыз аралығында Мехико қаласында өтетін UNAM International Film фестивалі өтеді деп хабарлайды Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясының баспасөз қызметі. Ретроспективаның аясында режиссердің түрлі жылдардағы түсірілімді фильмдер көрсетілмек. Қайрат, кардиограмма, киллер, жол және де шұғыла, студент деп аталатын фильмдер көрсетіледі, сондай-ақ шеберлік сабақтары да өтетін болады. Адам баласы бұл жалғанда көп нәрсен армандайды. Бірақ бәрі бір Алланың қолында. Адамның айтқаны бола бере ме? Қазақстан кинотеатрларында Global студиясының «Бір кем дүние» фильмі көрсетілмек. Фильмде бір ауылдың үлкен қариясы туралы әңгімеленеді. Меккеге баруды ниет етіп жүрген қарияның алдында көптеген кедергілер шығады. Немерелі болуды арман еткен кейіпкер өмірдің талай қиындығын басынан кешіреді. Әйткенмен үлкен кісі мұның бәрін ақылмен, шыдамдылықпен жеңе біледі. Туындыда Қазақстанның белгілі әртістер ойнайды. Олар Оразхан Садуақасұлы, Шолпан Сергебаева, Азамат Сатыбалды, Жалғас Толғанбай, Қуаныш Тұрдалин, Динара Абдуллина. Прокатқа туынды 7 наурызда шығарылады. Бақ бермегені. Құдайға шүкір. Шүкір Құдайға. Жиырма 25 ақпанда Қазақстан ұлттық арнасында «Өмір өткелдері» атты жаңа отандық телехикаяның тұсауы кесіледі. 12 топтамадан тұратын «Өмір өткелдері» телехикаясында басты кейіпкер Айсұлудың рөлін Жанна Журинская ойнайды. Негізгі оқиға желісі шағын сауда орталығында өрбейді. Айсұлу шетелдің алдыңғы қатарлы музыкалық оқу орындарында білім алып жүрген жас скрипкашы. Күтпеген жерден ол өз әкесіне тосын сый жасап Алматыға келеді. Алайда Қазақстанда 5 жылдай уақыт болмаған музыкант қыз күтпеген жағдайларға кезігеді. Бірінші күні туған үйіне келсе, пәтердің есігін өзге, яғни жаңа иесі ашады. Ал қуатты бизнесмен болған әкесінің ауыр халде жатқанын естиді. Of a lost city of gold, hidden under a sea of sand. Айдаһар қақпасы 2011 жылы Қытайда шығарылған фильмнің режиссері Цуй Харк, басты рөлдерде Джет Ли, Чжоу Сюн, Чен Хунь. Сценарий Цуй Харк, продюсері Цуй Харк. Жанр боевик, қызық оқиғалы фильм. Бюджеті $35 миллион. Әлемдік табысы $68 миллион $170 мың $276 құраған. Әлемдік премьерасы 2011 жылдың 15 желтоқсанында болса, Қазақстандағы премьера 21 ақпанға белгіленіп отыр. Ұзақтығы 118 минут. Ежелгі аңызға сәйкес әрбір 60 жыл сайын қатты құмды дауыл тұрып жер астындағы қазынаға толы алтын қаланы жер бетіне шығарады. Айдаһар қақпасы қонақ үйінде дауылды күтіп қазынаға қол жеткізбек болған адамдар жиналады. Олардың ішінде Қытайдың бір провинциясынан келген император да, басқа провинцияның құпия министр және кісі өлтіруші қылмыскерлер де бар. Бұлардың барлығы оңай олжаға кенелмек болады. Бірақ қонақ үй тұрғындарының ішінде бір-бірінен өш алмақшы ойлары бар адамдардың да болуы жағдайды шиеленістіре түседі. Қазақстан әншісі Қайрат Нұртас туралы фильмнің түсірілімі аяқталды. Қазіргі уақытта картина прокатқа әзірленуде. Тенгриньюз KZ ресурстарының хабарлауынша әншінің өміріне арналған
өкініш, яғни фильмі 2013 жылы сәуірден бастап үлкен экранға жол тартады. Фильмнің картинасы есейген шағы туралы, оның шығармашылығы мен жетістігіне қалай қол жеткізгені жайында өрбиді. Бұл біздің тұңғыш фильміміз, сол себепті қатты толқудамыз дейді қазіргі осы фильмнің директоры, яғни айтқанда фильмнің режиссері Мира Келімбетова. Локомотив кинотеатрынан сіздер әлемдегі жаңа фильмдерді көре аласыздар. Ол үшін 21 50 37 телефонына хабарласаңыздар болғаны. Ал мен сіздермен қоштасамын. Таңдарыңыз арайлы болсын, ағай.